Сәлем достар, бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын безе қосылған сүзбелі пирог әзірлейтін боламыз. Ең алдымен менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Ал енді пирогты әзірлеуге кірісеміз. Ең алдымен қамырын әзірлейміз, яғни бізге бөлме температурасында тұрған сары май қажет болады. Одан кейін ұнымыздың үстіне қопсытқышты салып, електен өткіземіз. Яғни жаңағы сары майымыздың үстіне ұнды електен өткізіп саламыз. Ұнды електен өткізгеннен кейін ұн мен сары майды жақсылап ұсақтап, қолымызбен езіп, ұнтақ қамыр болғанша осылай араластырып жасап аламыз. Міне бізде осындай ұнтақ қамыр шығады. Дайын болған қамырдың үстіне қантты саламыз да барлығын жақсылап тағы да бір араластырамыз. Одан кейін осы қамырымыздың үстіне 2 сары уызымызды саламыз да тестаны біріктіріп илейтін боламыз. Яғни бұл жерде біз сары уыз бен ақ уызды ажыратып алдық. Яғни бізге қазір жұмыртқаның ақ уызы қажет болады, безе жасайтын боламыз. Міне осылайынан қамырды илеп, жақсылап, тығыз қамыр жасап шығарамыз. Келесі кезекте бізге осындай 26 диаметрлік форма қажет болады. Формамызға пергамент қағазын төсейміз де, оның үстіне жаңағы дайын болған қамырымызды жақсылап шет-шеттеріне шығарып, бортик жасап, тегістеп салып, орналастырып шығамыз. Міне қамырымызды жақсылап, формамызға бортик жасап, астының барлығын тегістеп, әдемілеп салып орналастырдық. Келесі кезекте пирогтың салмасын әзірлейтін боламыз. Салмамызға сүзбе қажет. Сүзбенің үстіне қантты саламыз. Одан кейін жұмыртқаның 2 сарысын саламыз. Бұл жерде де жұмыртқаның ақ уызы мен сары уызын ажыратып алдық. Одан кейін қаймақ саламыз. Осының барлығын блендермен жақсылап, ұсақ майда болғанша еземіз. Салмамызды әзірлеп алдық, жақсылап блендермен ездік. Енді осы дайын болған салмамызды жаңағы қамырымыздың үстіне жақсылап салып орналастырамыз. Сүзбелі салмамызды жақсылап орналастырғаннан кейін духовкаға пісіруге жібереміз. Яғни пирогымыз 30 минутта пісіп шығады. Духовканың температурасы 160-180 градуста пісіресіздер. Яғни әркімнің духовкасы өзінің режиміне байланысты. Келесі кезекте біз меренга дайындайтын боламыз. Яғни жаңағы қамырдан қалған 2 жұмыртқаның ақ уызы бар, салмасынан қалған 2 жұмыртқаның ақ уызы бар, барлығы 4 жұмыртқаның ақ уызын жақсылап миксерлейміз. Қол миксермен де миксерлесеңіз де болады. Мен осындай планетарный миксерді миксерлеймін. Яғни жұмыртқамыз жақсылап көпірген сәтте қантымызды 2-3 бөлікке бөліп салып отырамыз. Жұмыртқаның ақ уызын миксерлеп бастаған кезде ең алғашқы сәтте төменгі жылдамдықтан бастайсыздар да ең жоғарғы жылдамдыққа дейін миксерлейсіздер. Міне бізде осындай өз формасын ұстайтын меренга пайда болады. Осы дайын болған меренгамызды жаңағы пісіп шыққан пирогымыздың үстіне жақсылап жайғастырып орналастырамыз. Одан кейін тағы да духовкаға 5-7 минутқа пісіруге жібереміз. Меренгамызды жақсылап орналастырғаннан кейін күрекшенің көмегімен осындай узор салсаңыздар болады. Өз қалауыңыз бойынша әртүрлі узор жасауға болады.
Меренгамызды әдемілеп салып болғаннан кейін 5-7 минутқа духовкаға пісіруге жібереміз. Біздің меренгамыз дайын болды. Осылайынан сарғайып піседі. Толықтай суытамыз. Суығаннан кейін меренганың үстінде слезы ангелы пайда болады. Яғни бұл пирогты слезы ангелы деп те атауға болады. Немесе безе қосылған сүзбелі пирог деп те атайды. Міне біздің пирогымыз өте әдемі болып пісіп шықты. Пісіп шыққан пирогты толықтай суытып барып кесеміз. Міне өте жұп-жұмсақ, үлпілдек, әп-әдемі болып, дәмді болып пісіп шығады. Осы пирогты жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар.